Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ораman нан пісіреміз, яғни ханум. Бұл тағам өте тойымды және өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылды. Ең алдымен қамырды илейміз. 700 грамм ұнға 2 ас қасық өсімдік майын, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз қосамыз және 250 грамм жылы су қосып, осындай орта қаттылықтағы қамыр илейміз. Дайын қамырымызды целлофановый пакетке салып 15-20 минут тынықтырамыз. Енді ораman нанның салмасын әзірлей бастаймыз. 500 грамм картопты майдалап 4 бұрыштап тураймыз. $300 грамм сәбізді тураймыз. $500 грамм жуа тураймыз. $200 грамм қойдың құйрық майын тураймыз. $800 грамм тартылған сиыр етін қосамыз. Өз талғамымыз бойынша дәмдеуіштер қосамыз. Тұз, паприка, кориандр және қара бұрыш. Салманы жақсылап қолмен араластырамыз. Июі қанған нанды 4-ке бөлеміз. Енді жұқалап жаямыз. Қамырды өте жұқа қылып жаю керек. Қамырымызға сұйық май жағамыз. Және мантаваркамызды майлаймыз. Енді қамырдың бетіне салмамызды бір келкі етіп жайып шығамыз. Сосын рулет тәрізді орап, мантаваркаға саламыз. Енді бетіне азаздан сұйық май жағамыз. Сонда піскен кезде беті жылтыр әдемі болып шығады. Ораman нанымызды мантаваркада 45 минут пісіреміз. Мінеки достар, бізде өте дәмді және өте тойымды ораman нан шықты. Қазір кесіп ішін көрсетемін. Осындай тағамды үйде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің жанұяларыңыздағы адамдарға ұнайтынына мен сенімдімін. Егер де рецепт сіздерге ұнаса, онда лайк басуды ұмытпаңыздар. Және каналыма тіркеліңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.